Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалуы тез, әрі оңай, өте тойымды салаттардың бірі радуга салатын дайындап көрсететін болам. Алдымен керек заттарын осылай дайындап аламыз. Пакеттегі қытырлақ, икра, қияр, қызанақ, жұмыртқа қажет болады. Енді осыларды тарелкаға салғанда өте әдемі болу үшін ұсақтап турап аламыз. Пакеттегі қытырлақты ішінде тұрғанда осылай ұсақтап алдым. Турап болғаннан кейін үлкендеу тарелкаға бөлек-бөлек салып, үстіне шым-шым тұз себеміз. Ортасына бір ас қасықтай осылай майонез қойып, дастарханымызға қоямыз. Дастарханымызды ашып, сәнін келтіріп тұрады. Және 10 минутта дайын болатын өте тойымды осындай радуга салатын рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.